Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін біз небары 30 минутта дайын болатын оңай және тез қияр мен помидордан қыстың күні әсіресе пловпен немесе жай ғана нанмен жесе де өте дәмді лечо дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар: 2 килограмм қияр, 4 килограмм помидор, 110 грамм чеснок, кептірілген укроп 1 ас қасық, кориандр 1 ас қасық және 200 мг сұйық май, уксус 9% 3 қасық, 40 грамм тұз, 80 грамм қант керек болады. Барлық жемістерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Қиярымызды 2 бөлікке бөліп, оның арасын 5 мм-дай қылып турап аламыз барлық қиярларымызды. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне қиярларымызды біркелкі қылдырып, әдемілеп турап алдық. Енді помидорларымызды алып 2 бөлікке бөліп, оны тағы да 3 бөлікке бөліп турап аламыз. Сосын ет тарқыштың көмегімен помидорларымызды тартып аламыз. Тартылған помидорларымызды табаны қалың кастрюльге құйып, бірден газға отқа қоямыз. Отын қайнағанша көбейтіп қойсаңыздар болады. Қайнаған соң азайтып бірге қойып қойсаңыздар, асты күймей біркелкі қайнайтын болады. Және арасында араластыру тұру керек. Енді кастрюлеміздің қақпағын сәл шетін ашық қылдырып жауып қоямыз. Енді чесноктарымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай жіңішке етіп турап аламыз біркелкі қылдырып. Міне помидорларымыз 15 минуттай қайнады. Енді турап алған қиярларымызды салып, араластырып, тағы да 10 минут қайнатып алатын боламыз. Қақпағын жартылай жауып қоямыз. Міне лечомыз қайнады. Енді тұзымызды салып араластырамыз. Қантымызды саламыз. Оны да араластырып аламыз. Сосын үстіне кептірілген кориандрымыз бен укропымызды салатын боламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз да үстіне 3 қасық уксус 9% құямыз. Мен кептірілген укроп алдым. Негізі свежий укроп алсаңыздар да болады. Сіздер қай түрін ұнатасыздар? Комментарияға свежий не болмаса кептірілген деп жаза кетсеңіздер болады. Не болмаса мүлде ұнатпаймын деп жазсаңыздар да болады. Енді үстінен 200 мг сұйық майымызды құйып алып, араластырып, жіңішке ғып турап алған чесноктарымызды саламыз. Содан кейін 10 минут қайнатамыз. Ал енді осы уақыт аралықта банкаларымызды дайындайтын боламыз. Мен банкаларымды алдын ала содамен, жылы сумен жуып алған болатынмын. Енді банкаларымызға 100-150 граммдай су құйып, микроволновкаға 10 минутқа қойып, стерильдеп алдым. Қақпақтарымды да кастрюльге су құйып, оған қақпақтарымды салып 5-6 минут қайнатып алдым. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың өркендеуіне үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнап жатса достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Салатымыз дайын болды. Енді ыстықтай бірден банкаларға құйып, банкалардың қақпағын бірден бұрап жабамыз.
жай қақпақ болатын болса бұрандамен бекітіп аламыз. Аударып 1-2 тәулікке жылы жауып қоюымыз керек болады. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар өте дәмді болып шығады. Келесі қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментария бөліміне жаза кетсеңіздер, және де келесі кездескенше сау болыңыздар.